Кайырлы күн достар. Бүгін сіздерге творогты бауырсақ жасап көрсетіп отырмын. Бұрын каналымда аштығы мен аштықсыз айранға үйленген бауырсақ болса, бұл өзгеше творогқа үйленген бауырсақ, балдарға өте ұнайтын, дәмді. Үстіне піскеннен кейін сахарный пудра сеуіп берсе де формасы да әдемі көрінетін дәмді бауырсақ. Творогты бауырсақ илеу үшін 200 грамм творогқа 50 грамм айран қосам. Жақсылап араластырып, сосын оның үстіне 2 жұмыртқаны жарып салып, елу грамм шекер салам, 50 грамм сұйық май құям, ванилин салам аздап, 5 граммдай. Сосын блендердің көмегімен біз қамыр илегенде сүзбеміз, творогымыз түйір болып қалмау үшін блендердің көмегімен жүгініп, бір қалыпты массаға айналдырып аламыз. Осындай бір қалыпты масса болды. Енді оған сода салам, 5 грамм. Сосын алдын ала електен өткізген ұнды жайлап салып, қастың көмегімен араластырамыз. Одан соң қолмен илейтін боламыз. Қамыр қатты болып қалмау керек. Қамырымыз 15-20 минут тұрғаннан кейін өсіп жайып, кесіп алып пісіре беруімізге болады. Өйткені бұл ашытылатын қамыр емес, аштықсыз творог пен айран қосылғанға үйленген қамыр болғандықтан тез пісіре береміз. Осындай балдарға ұнайтын әдемі формалармен кесіп аламыз. Бұл бауырсақты балдарға өте ұнайды. Ішінде творогы бар, тәттісі бар. Формасында осындай әдемі кессек, балдар сүйсініп жейтін болады. Осылай бәрін кесіп сап аламыз да, кейін майға қуыратын боламыз. Алдын ала қызып тұрған табамыздағы майға бауырсақтарымызды салып, қуырып алатын боламыз. Салдым. Екінші бетін аударып, оттың астын қатты қоймау керек. Өйткені кәдімгі бауырсаққа қарағанда бұның арасы сәл тығыздау болады. Творогқа үйленгеннен кейін, тәттісі болғаннан кейін алаулап кетпеу керек. Сол үшін орташа отта екі бетін ауыстырып отырып пісіріп аламыз. Достар, міне творожный бауырсағымыз пісті. Әдемі болып, қып-қызыл болып. Дәмі де керемет болады, пісіріп көріңіздер. Кеңес берем, әсіресе балдарға ұнайды. Егер де менің рецептерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңырау шамын басуды ұмытпаңыздар.